Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен балық туралы, балық несімен пайдалы және ол зиянды болуы мүмкін бе? Сол туралы толық ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар өзен, теңіз және мұхит, сондай-ақ ақ және қызыл, майлы және майлы емес балықтарды, яғни әркім әртүрлі балықтарды жақсы көреді. Адамдар оны кез келген түрінде жей береді, және ол қайнатылған, қуырылған, буланған, немесе тұздалған, маринадталған, ысталған, тіпті шикі балық болсын. Өзінің ерекше дәміне байланысты кез келген адамның көңілінен шығып, тәбетін ашады. Ет тұтынатындарға қарағанда балық жейтіндер көп. Өйткені тіпті ет жемейтін кейбір адамдар балықтың артықшылығы оның етінің құрамында екенін біле отырып балық жейді. Оның құрамында А, Д, Е дәрумендері, кальций, йод, темір, магний, мырыш, фосфор бар. Тауық еті секілді, балықтың құрамында да адам ағзасы жақсы сіңіретін өте жоғары сапалы ақуыз бар. Ол өз кезегінде ағзаға қажетті барлық амин қышқылдарын қамтиды. Балықтың пайдасы. Ағза жоғары сапалы ақуызға қанығады. Қан ұю функциясы қалыпқа келеді. Қандағы холестеринді төмендетеді. Қалқанша безінің функциясын қалыпқа келтіріп және оның ауруларының алдын алады. Көру қабілетін жақсартады. Жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жатты ұйқыны жақсартады және тітіркенуді азайтады. Өмір сүру ұзақтығын арттырады. Тері, шаш, тырнақ, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға және жүрек қан тамырлар жүйесін нығайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ, балық жегеннен артық салмақ қосылмайды. Бұдан өзге, балық жүрек ауруларының алдын алады, көру қабілетіңізді арттырады, ұйқыны реттейді, буын ауруларының алдын алады, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне себепкер, холестеринді реттейді, зат алмасуын жылдамдатады, қан қысымын түсіреді, бауыр және жүйке жүйесін жақсартады. Балық еті құрамында адамға аса қажет омега-3 май қышқылдары бар. Балықтан жасалған тағам түрлерін балаларыңызға аптасына 2 рет дайындап берсеңіз, оларды шаш түсуі, мешел ауруы, тырысқақ, тіс ауруларынан қорғайсыз. Балықты сатып алып жатқан кезде оның сырт көрінісіне мән беріңіз. Оны таңдаған кезде саусағыңызбен басып көріңіз. Егер саусағыңыз тиген жер тез арада өз қалпына қайтып келсе, онда бұл балық жанауланған. Және иісіне де мән беріңіз. Өткір иісті, еті сары немесе жасыл болса, бұндай балыққа жоламаңыз. Жалпы балықты тоңазытқышта 3 күн, мұздатқышта бірнеше ай сақтауға болады. Балық майының пайдасы. Шаш пен тырнағыңыздың өз қалпына тез қайтқанын қаласаңыз, күніне 1 рет жатар алдында балық майын тырнағыңыз бен шашыңызға жағыңыз. Балық майы сонымен бірге адамды семіртпейді және теріні жасартады. Көптеген адамдар балықтың басын жеуге құштар, ал кейбірі балық басын жемеген дұрыс деп есептейді. Балық басында да оның денесіндегідей пайдалы дәрумендер өте көп. Бірақ балық басын жеуден бұрын мынаны есте сақтаңыз. Балықпен бірге адамға жұғатын құрттардың көбі балық басына жиналады. Сондықтан оны қуырудан бұрын тұзды суға әбден жібітіп, 1 сағат суда қайнатып, сосын барып қуырғаныңыз абзал. Балық еті. Балық еті дәмділігі мен бойға жұғымдылығы жағынан еттен кем емес, ал сіңімділігі жағынан одан асып түсетін ас. Ет тағамдарына қарағанда балық тағамдары, әсіресе балық сорпасы сіңімді болады. Балық сорпасы балық етін қайнатып дайындалады. Пияз, бұрыш қосып ішсе, шаршап қалжырағанда әл беріп, көптеген дертке шипа болады. Шаршауды шығарады, сүйекті күшейтеді. Балықтар жерде шамамен 450 миллион жыл бұрын болған. Олар динозаврлардан бұрын пайда болған. Ұшатын балықтың шамамен 40 түрі бар. Ондай ұшатын балықтар су астында қатты жылдамдықпен келе жатып, белсенді түрде құйрығын бұлғандатып жоғарыға қарай секіреді. Кейбір балықтар артпен жүзеді, ал кейбір балықтардың қаңқасы толығымен шеміршектен тұрады.
Есте сақтайтын бір жайт, консервіленген және тұздалған балық адам ағзасына аса пайдалы дәрумендерді бере алмайды. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған балық туралы толық мағлұматым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.